Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Сабақтың тақырыбы Тахауи Ахтановтың Күй аңызы әңгімесі. Оқу мақсаты әдеби шығарманың сюжеттік композициялық құрылысын талдау, идеялық мазмұнын терең түсіну, шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыдан түсіндіру, қызығушылықты ояту. Оқушылар, қандай күйді тыңдадық деп ойлайсыңдар? Өнер сөзінің білдіретін мағынасы қандай? Қазақ халқының қандай өнерін білесіңдер? Жарайсыңдар оқушылар. Бүгінгі сабағымызды Ілияс Жансүгіровтің мына бір өлең шумақтарымен бастағым келіп тұр. Домбыра сенде мін бар ма? Мінсіз болсаң тіл бар ма? Тіл жоқ деуге бола ма? Тілден анық үн барда. Домбыра, сенің күшің мол, көмейіңде ән барда. Ары қарай оқушылар топтық тапсырма орындаймыз. Ойлан, тап, бірік әдіс арқылы. Бірінші топ әңгіменің композициялық сюжеттік құрылысына талдау жасайды. Екінші топ үш шақты күнделік толтырады. Үшінші топ суретпен жұмыс жасайды. Оқушылар композициялық сюжеттік талдау құрылысын дұрыс жауабын көріп алыңыздар. Әрі қарай жұптық жұмыс орындаймыз. Бірінші топқа шахмат әдісі, екінші топқа үш сұрақ әдісі, үшінші топқа кейіпкерлерді талдау жасайды. Сабақты қорытындылау мақсатында ойлаудың 6 қалпағы арқылы қорытындылаймыз. Жарайсыңдар оқушылар, барлығың жақсы жауап бердіңдер. Үйге тапсырма аламыз. Күй ойнайды, қазағымның қанында деген тақырыпта эссе жазып келеміз. Барлығымыз бүгінгі сабақтан алған білімімізді қорытындылау үшін білім қоржыны арқылы кері байланыс жасаймыз. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.